Мінекей, мен кезекті рет әкімдіктемін. Кезекті рет болғанда дәретханаға да жібермеді ғой Ысқақов. Адамгершілігі сонда. Мен енді келдім мінекей қайтадан сол Ысқақовты талап етуге. Жаңа маған жіберіпті бір қағазды, енді орысша айтпақшы Филькина грамота. Орысша біріншіден, екіншіден онда не жазылып тұрғанды оққан жоқпын, өйткені ол құжат емес. Құжат келісім шартқа қосымша. Ол болу керек бұлай. Негізгі келісім шарттың номері, датасы, атауы, нақтылы компаниямен. Олар әртүрлі компаниялар. Бізде 15 шақты бір компания бар шығар. Көлік тасымалдау, солармен барлығымен әркіммен келісім шартқа отырды. Мыналар тендерді мемлекеттің сатып алу арқылы олармен ұтыс ойнатқанда. Сондықтан әр компаниямен автопарк номер 1, автокомбинат жауапкершілігі шектеулі серіктестік, рас, тағы да бізде нелер бар, компаниялар бар. Солармен әр компаниямен бөлек-бөлек со датасымен, бұрынғы келісім шарттың атауымен, оның датасымен, сосын мына компанияның басшысының және мемлекеттің болу керек мөрлері, қолдары. Мұнда мөрлері жоқ, тек қана қолдары берілген, сондықтан құжат деп есептеймін. Бізді халықты енді бір сауатсыз, бір нақұрыс бірдеңе деп, енді Ысқақов мінекей, ол тағы да біздің халықтың ашузасын тудырып, бізді кемсітудің бір тетігі. Мінекей осындай масқара болып жатырмыз. Ысқақов кетсін орнынан, командасымен барлығымен кетсін. Не адам дұрысты келісім шарттарды маған берсін.